Достар, дәл қазір Marvel кино әлемінің алдағы бірнеше жылдық жоспарын астан-кестен қылып, бүкіл сюжетті ашып тастаған тарихтағы ең ірі спойлерлер желіге тарап кетті. Және ең сорақысы не, білесіздер ме? Студия бұл ақпаратты трейлерлер арқылы емес, өздері байқамай кәдімгі ойыншықтардың қорабына жазып сатып жіберген. Бұл инсайдерлердің жай ғана бос сөз емес, ресми түрде әшкереленген үлкен сенсация. Бүгінгі шығарылымда біз тек жаңа өрмекші адамның өте қатыгез, қараңғы трансформациясы туралы ғана айтпаймыз. Сан-Диего комик-коннан келе жатқан нағыз жарылысты, Тоби Магуайрдың әлемін, Дэдпул мен Росомаханың қалай жойып жіберетінін және Роберт Дауни кішінің Доктор Дум рөліндегі құпия флешбектерін талқылайтын боламыз. Егер сіздер нағыз кино сүйер қауым болсаңыздар, дәл қазір лайк басып арнаға жазылып қойыңыздар. Өйткені мұндай эксклюзивті еш жерден естімейсіздер. Дайынсыздар ма? Онда кеттік. Кино әлемінде үлкен интрига. Францияда Marvel кино компаниясының өрмекші адам франшизасына арналған ресми ойыншықтар топтамасы сатылымға шықты. Бірақ ең қызығы ойыншықтардың өзінде емес, олардың қорабындағы ресми сипаттамада болып тұр. Онда әлі ешбір трейлерде немесе ресми мәлімдемеде айтылмаған болашақ фильмнің негізгі сюжеттік желісі ашылып қалған. Сөзбе-сөз айтсақ, Marvel-дегілер өздері байқамай ірі спойлер жасап қойды. Ойыншықтар жиынтығындағы халықтың сипаттамасына сенсек, Брюс Беннер өзін халыққа айналдырмай, тек адам кейпінде ұстап тұру үшін арнайы тежегіш құрылғыны қолданып жүреді екен. Алайда оқиға барысында бұл бақылау жоғалып, Брюс өзінің ішкі құбыжығымен қайта бетпе-бет келеді. Ең сорақысы, дәл осы жабайы халыққа айналу процесі болашақ фильмнің басты сюжеттік өзегі болмақ. Түпнұсқа комикстер мен алдыңғы фильмдерден Брюстің халыққа айналатыны бәріміз білсек те, бұл процестің тұтас бір фильмнің орталық тақырыбына айналатынын естіп білуіміз бірінші рет. Сюжет бойынша дәл осы басқарылмайтын мутация мен ортақ қауіп Питер Паркер мен Брюс Беннердің басын біріктіріп, оларды одақтас қылмақ. Екінші үлкен жаңалық өрмекші адамның өз фигуркасының сипаттамасында жазылған. Онда Питер Паркердің қазіргі аянышты халі сипатталады. Ол Доктор Стрэндждің сиқырынан кейін бүкіл әлем тарапынан ұмытылып, Нью-Йоркте ешкімі жоқ, мүлдем жалғыз өмір сүріп жатыр. Бірақ ең сорақысы бұл емес. Сипаттамада Питер Нью-Йорктың жаңа қауіп-қатерлерімен шайқаса жүріп, физикалық трансформацияны бастан өткеретін айтылған. Бұл мутация оның тек тәнін ғана емес, мен кіммін деген ішкі болмысын, өрмекшілік тұлғасын үлкен сынға алады. Бұл не қылған өзгеріс болуы мүмкін. Мүмкін ол комикстердегідей 6 қолды өрмекшіге айнала ма? Біз Паркердің денесінде қандай да бір өзгерістер болатын инсайдерлерден естіп жүргенбіз. Бірақ мына сипаттама Питердің бойындағы бұл өзгерістер оны әлдеқайда қатал, суық әрі аяусыз кейіпкерге айналдыруы мүмкін екенін анық аңғартып тұр. Бұл кино әлемі үшін мүлдем жаңа бұрылыс. Осы тұста комикс сүйер қауымның есіне бірден Marvel-дің атақты өзге атты комикстер желісі түсері хақ. Кино әлеміндегі сыбыстарға сенсек, жаңа фильмнің сюжеті дәл осы комикске негізделген. Ол жақта не болып еді? Комикс желісі бойынша Питердің бойындағы адамдық қасиет әлсіреп, оның ішіндегі жабайы, хайуан өрмекшілік табиғатты үстемдікке ие бола бастайды. Ал ол инстинкт оянғанда Питер өте қатыгез тіршілік иесіне айналады. Бір сәтте өрмекшінің хайуан инстинкті сыртқа шығып, Питер өз өміріндегі ең қауіпті қарсыластарының бірі Морланды өте аяусыз айуандықпен өлтіріп тастайды. Әрине, есін жиған соң біз білетін мейірімді Питер Паркер өз ісінен шошып, төбе шашы тік тұрады. Ол мұндай қатыгездікке ешқашан бармас еді. Бірақ бұл оқиғаның үлкен бір нюансы бар. Сол сәтте Питер өлім аузында жатады. Оның аман қалуына дәл осы ішіндегі жабайы өрмекшілік күш көмектеседі. Осыдан кейін Питер ауыр дағдарысты, мен кіммін, адаммын ба, әлде құбыжықпын ба деген ойларды бастан өткереді. Комикс соңында Питер өзінің ішкі екінші менімен ымыраға келіп, ішіндегі хайуанмен тіл табысады да онымен бір тұтас күшке айналады. Әрине, ол ішіндегі өрмекшіге оңды-солды адам өлтіруге рұқсат бермейді, бірақ осы оқиғадан кейін Питер Паркер әлдеқайда салмақты, дөрекілеу және бұрынғыдай орынсыз қалжыңдай бермейтін суық кейіпкерге айналады. Қазіргі таралған ойыншық сипаттамасы да дәл осы сюжетке меңзеп тұрғандай. Егер трейлерді мұқият талдасақ, онда қол кланының ниндзялары Питерді аяусыз соққыға жыққан сәтін көреміз. Бірақ келесі секундта өрмекші адамның көздері қап-қара болып өзгереді де, экранда ниндзяларды аяусыз жайпап жатқан сәттерінің бейнелері басталады. Бұның бәрі нені білдіреді? Marvel кино әлемінің басшысы Кевин Файги Питер Паркердің есейіп, өсу жолында оны балалық қалжыңдардан арылтып, шынайы, қатал да суық ересек кейіпкер қылуды жөн көрген сияқты. Бұл Marvel-дің жаңа дәуіріндегі ең қараңғы әрі ең қызықты эксперимент болмақ. Marvel кино компаниясын бұл комиксті қалай бейімдеп, өрмекші адамға қандай жаңа қабілеттер мен апгрейдтер беретіні өте қызық болып тұр.
Ең бастысы, бұл сұрақтардың жауабын біз ойлағаннан да ерте білетін боламыз. Фильмнің әлем бойынша ресми тұсаукесері 29 шілдеде, дәлірек айтсақ, аптаның ортасы сәрсенбі күні өтеді. Себебі Marvel'дің Испаниядағы бөлімшесі фильмнің бүкіл әлемнен ерте эксклюзивті түрде жарыққа шығатынын мәлімдеді. Бірақ өкінішке орай, біздің отандық киносүйер қауым үшін жағымсыз жаңалық бар. Қазақстанда бұл туынды тура бір аптадан кейін, яғни 2026 жылдың 6 тамызында ғана прокатқа шығады. Бұл нені білдіреді? Өлмекші адамның жаңа шытырман оқиғалары жайлы ірі спойлерлер, сюжеттік бұрылыстар мен маңызды сахналар желіге біздің елдегі премьерадан әлдеқайда ерте тарап кетеді. Сондықтан, егер сіз фильмді кинотеатрдан таза әсермен ештеңе білмей тамашалағыңыз келсе, шілде айының ортасынан бастап әлеуметтік желілерді толықтай өшірулі режиміне көшуге кеңес береміз. Әйтпесе, инсайттар бүкіл қызықты құртып жіберуі мүмкін. Ал енді үшінші, ең соңғы ойыншықтар жиынтығының сипаттамасына оралайық. Халк пен өлмекші адамның қос фигурасы бірге сатылатын жинақта мынадай маңызды мәлімет жазылған. Брюс Беннер мен Питер Паркердің екеуіне де оңай соқпайтын, ауыр әрі жанға бататын трансформациялары фильмнің дәл ортасында бір уақытта параллельді түрде өрбиді. Бұл факт фильмде Марк Руффалоның, яғни Халктың рөлі біз ойлағаннан да ауқымды әрі өте маңызды екенін айқын дәлелдейді. Ол жай ғана кішкентай рөлдегі кейіпкер емес, Питердің тағдырымен нағыз байланысқан басты тұлғалардың бірі болмақ. Екі алып кейіпкердің ішкі құбыжықтарымен қатар күрескен сәттерін үлкен экраннан көру нағыз кино фурор болатыны сөзсіз. Екінші жағынан алып қарасақ, бұл сюжеттік бұрылыс жанкүйерлердің көптен күткен бір үлкен арманына балта шабайын деп тұрған сияқты. Питер Паркердің қара костюм киіп, Веноммен бірігетіні туралы теорияларды әзірге ысырып қоюға тура келеді. Өйткені фильмдегі өзгерістер симбиоттың әсерінен емес, кейіпкердің өз ішіндегі хайуан өрмекшілік табиғатының оянуынан болатыны белгілі болды. Егер оқиға желісі осы арнада өрбейтін болса, Питер мен Веномның симбиозын жақын арада көре алмаймыз. Тіпті ең үздік деген сценарийдің өзінде алдыңғы жаңалықтарымда және теорияларымда айтып кеткенімдей, симбиот тек фильмнің ең соңында, титрдан кейінгі сахнада ғана бой көрсетуі мүмкін. Бұл Marvel'дің алдағы келе жатқан жаһандық кек алушылар, құпия соғыстар, ауқымды оқиғасына жасалған үлкен көпір болмақ. Marvel бұл жолы оқиғаны асықтырмай, кейіпкердің ішкі дағдарысын кезең-кезегімен ашуды жөн көрген сияқты. Алдымен 4-ші фильмде Питер өзінің ішкі өрмекшілік менімен күресіп, есейіп, суық әрі қатал кейіпкерге айналады. Содан кейін барып, барынша ширыққан, психологиялық тұрғыдан ересек Паркерге Веномның қара заты тап болады. Міне дәл осы сәтте онсыз да қатайған Питердің бойына симбиот сіңгенде, біз шынайы өте қауіпті әрі қараңғы кек алушыны көретін боламыз. Сондықтан Веноммен шешуші шайқас пен бірігуді алдағы фильмдерге қалдырып, қазіргі фильмде Паркердің өз-өзімен және халықпен бірге жаңа деңгейге көтерілуін тамашалау әлдеқайда сауатты қадам болмақ. Айтпақшы, осы жазда бізді тек қана өлмекші адамның тағдыры мазаламайтыны анық. Өйткені өлмекші адам жаңа күн бұл маусымдағы Marvel'дің жалғыз ірі релизі емес, дәл осы жаздың ортасында, яғни 1 шілдеде көптен күткен X адамдары 97 мультсериалының 2 маусымы жарық көреді. Жақында ғана бұл жобаның ессіз керемет трейлері шықты. Ол трейлер шыққан бойда өзіміздің Telegram арнамызға салған болатынмын. Сондықтан болашақта жаңалықтарды бірден біліп отырғыңыз келсе, міндетті түрде Telegram арнамызға жазылу керек. Сілтеме әрине описание және комментарий бөлімінде бекітіліп тұрады. Сонымен Marvel'дің миллиардтаған бюджеті бар, тірі актерлермен түсірілетін кино әлемі осы күнге дейін қанша тырысса да жасай алмаған дүниесін анимация арқылы дәлелдеп берді. Себебі жаңа маусымда біз комикстердегі ең аңызға айналған, ең ауқымды сюжеттердің бірі апокалипсис дәуірі күтіп тұр. Сюжет бойынша X адамдар тобының бір бөлігі ең қуатты мутантпен өткен шақта шайқасса, екінші бөлігі болашақта күреседі. Бұл маусым бірінші бөлімнің финалдық нүктесінен тікелей жалғасады. Естеріңізде болса, соңғы серияларда мутанттар тобы уақыт кеңістігіне шашырап кеткен еді. Магнетті бастаған топ біздің заманымызға дейінгі 3000 жылға, яғни апокалипстің жаңадан пайда болған ежелгі дәуіріне тап болады. Ал Циклоп бастаған екінші бөлігі біздің заманымыздың 3960 жылына, яғни апокалипсис бүкіл планетаны басып алып, өз билігін орнатқан қатегіз болашаққа барып түсті. Трейлерде Дэдпул бой көрсетті. Оның дизайны Райан Рейнольдстың кинодағы нұсқасына өте ұқсас жасалған. Қорыта айтқанда, біздің соңғы жылдардағы Marvel'дің ең сапалы, ең мықты жобаларының бірі күтіп тұр деген пікірлер өте орынды. Кем дегенде балық шағы 90 жылдары өткен, қазір жасы 30-дан асқан ағаларымыз өз балық шағының вайбын сезініп, нағыз ностальгияға бататыны анық.
Ең басты жаңалық, Marvel бұл жобаны созғысы келмейді. Студия ресми түрде X адамдары 97 сериалының әр маусымын жыл сайын үзбей шығарып отыруға уәде берді. Яғни биыл 2-ші маусымды көрсек, келесі жылы 3-ші, ал одан кейінгі жылы 1-ден 4-ші маусымды тамашалайтын боламыз. Ностальгия мен сапалы сюжетті сағынғандар үшін бұл нағыз таптырмас сыйлық болмақ. Ал егер X адамдар мультсериалы басталғанға дейін кино тұрғысынан бой жазып жақсылап дайындалғыңыз келсе, Николас Кейдж басты рөлді сомдаған өрмекші нуар сериалын көруге әбден болады. Мен бұл туындыны бастан аяқ сіздермен бірге стримде тамашалап шықтым. Енді өрмекші нуар сериалы туралы өз пікіріммен бөлісейін. Бұл сериал не деген әдемі, не деген ерекше атмосфералық туынды. 1930 жылдардағы Нью-Йорктың ескі стилі мен сол дәуірдің мәдениетіне жасалған сілтемелердің үйлесімі жай ғана таңғалдырады. Әсіресе Нью-Йорктың ақ-қара форматта көрсетілуі сюжеттің детективтік және нуарлық сипатын өте терең ашып тұр. Детективтік желісінің өзі сондай өткір, ал кейбір тұстары тіпті зәреңді алып денеңді түршіктіреді. Шынымды айтсам, мен бұл сериалды түрлі түсті нұсқасынан бас тартып саналы түрде тек ақ-қара форматта көрдім. Мақсатым сол заманның вайбына толықтай ену болды. Өйткені қазіргі шексіз ағылып жатқан біркелкі түрлі түсті өнімдердің арасында мұндай өзіндік қолтаңбасы бар бірегей жобалар нағыз дефицит. Алайда бір ескерту, егер сіз бұл жерден комикстер стиліндегі динамикалық, үздіксіз соғысатын супер қаһармандарды күтсеңіз, көңіліңіз қалуы мүмкін. Мұнда экшен өте аз, есесіне қараңғылық, шиеленіс пен ауыр атмосфера жетіп артылады. Соған қарамастан сериал визуалды тұрғыдан көз тартады, сюжеті баурап алады, ал Николас Кейдждің керемет актерлік ойыны бір секундта жалықтырмайды. Кейдж сомдайтын Бен Рейли кейіпкері бұл сериалдың ең басты жарқыраған жұлдызы. Бөлек бір хикая. Николас Кейдж рөлге барынша кірісіп, өзінің бүкіл талантын паш еткен. Оны бақылау нағыз ләззат. Әрине, сериал мінсіз емес, кемшіліктер де бар. Сюжет кей жерлерде созылып кетеді, ал кейбір эпизодтар сәл арзан қолды көрінгенімен, бұл жалпы әсерді қатты бұзбайды. Алғашқы 4 серия өте баяу дамиды, бірақ 5-ші сериядан бастап нағыз қарқын басталады. Оқиғалар тез өрбіп, шиеленіскен кульминациямен өте қуатты финалға алып келеді. Әсіресе 5-ші және 6-ші эпизодтар өзінің қараңғылығымен және қорқыныштылығымен ерекшеленеді. Маған тағы бір жетіспеген дүние экшн сахналарының тым аздығы болды. Меніңше авторлар жақсы экшн түсірудің орнына уақытты диалогтар мен кейіпкерлердің мінезін ашуға жұмсауды жөн көрген сияқты. Жауыздар да өкінішке орай аса үлкен қауіп төндіретіндей мықты емес. Олар тек сюжетті алға жылжыту үшін ғана қосылған қосымша деталь сияқты әсер қалдырады. Қорытындылай келе айтарым, егер сіз классикалық нуар жанрын, детективтерді бағалайтын болсаңыз, бұл сериал сізге міндетті түрде ұнайды. Бірақ бұдан Marvel кино әлемі деңгейіндегі үйреншікті супер қаһармандықты күтпеңіз. Бұл мүлдем басқа деңгей, басқа өнер. Авторлардың қазіргі трендтерге ілеспей, қорықпастан өз соқпағымен жүріп, детектив жанрына бәс тіккені мақтауға тұрарлық. Сондықтан мен бұл сериалды көруге толықтай кеңес беремін. Жалғастыра келсек, Marvel кино әлемінің инсайттар алаңында нағыз дүрбелең басталды. Ойыншық шығаратын алпауыт Hasbro компаниясы алдағы келе жатқан жаңа кек алушылар Доктор Дум фильміне арналған фигуркалардың алғашқы толқыны ресми түрде жариялады. Студия бұл топтаманы 23 шілдеде басталатын атақты Сан-Диего Комик-кон фестивалінде таныстырмақ. Ол жаққа Marvel ұжымы өте үлкен актерлік құраммен аттанғалы жатыр. Бірақ ең басты сенсация бұл емес. Ойыншықтар желісін зерттеушілердің айтуынша Hasbro шығаратын фигуркалардың арасында Тоби Магуайрдың өрмекші адамы бар. Оның Доктор Дум фильмінде бой көрсетуі Marvel'дың биылғы Комик-кондағы ең басты, ең ірі жаңалықтарының бірі болмақ. Қазіргі таңда ойыншықтардың бүкіл сызбалары мен модельдері баспаға жіберіліп дайын тұр. Негізі Hasbro бұл хайпты ертерек бастағысы келген, бірақ Marvel бұған үзілді-кесілді қарсы шықты. Себебі студия қазір бүкіл назардың Том Холландтың жаңа фильмінен ауып кеткенін қаламайды. Сондықтан бұл жаңалық шілденің соңына дейін құпия сақталады. Бірақ одан кейін Тоби Магуайр басқа да басты актерлермен бірге Доктор Дум фильмінің ауқымды промо турына толыққанды қатысатын болады деп күтілуде. Бұл қуанышты хабар мұнымен бітпейді. Жақында ғана актер Альфред Молинаның, яғни доктор Отто Октавиус өз рөліне қайта оралуы мүмкін екенін меңзеп, халықты қыздыра бастағаны тегін емес екен. Жаңа шыққан ірі инсайдерлік мәлімет бұның сырын ашты. Сюжет бойынша Доктор Дум фильмінің негізгі оқиғалары басталмай тұрып, Тоби Магуайрдың өрмекші адамы өмір сүретін ғалам мен X адамдар ғаламының арасында қақтығыс орын алады. Екі әлем бір-бірімен соқтығысқан сәтте, X адамдар әлемі антиматериядан жасалған арнайы бомбаның көмегімен жеңіске жетеді.
Ең қызығы және ессіз жері ертелікте тараған сыбыстарды растай отырып, бұл жойқын бомбаны өрмекші адам Тоби Магуайрдың жеріне Дэдпул мен Росомаха келіп орнатады екен. Дәл осы қанды шайқас ортасында біз Альфред Молинаның доктор Осьминогын көреміз. Үйге жол жоқ фильмнің оқиғаларынан кейін есін жиып, мейірімді кейіпкерге айналған доктор Осьминог Тоби Магуайрмен иық тіресе отырып, өз ғаламдардың Дэдпул мен Логанның қорғау үшін соңғы демі қалғанша шайқасады. Алайда инсайдерлердің болжамы өте көңілсіз. Барлық дерек көздер бұл шайқастың Тоби Магуайрдың әлемі үшін өте аянышты, қайғылы нәтижемен аяқталатынын бір ауыздан айтып отыр. Сонда Дэдпул мен Росомаха өз әлемін құтқару үшін Тобидің ғаламын бір жолата құрдымға жібере ме? Бұл Марвел тарихындағы ең ауыр әрі ең эпикалық сюжеттік бұрылыстардың бірі болғалы тұр. Жаңа шыққан инсайттарға сенсек, бұл оқиға алдағы Доктор Дум фильміндегі X адамдар тобының басты ерекшелігі мен образының қарама-қайшылығын ашпақ. Қанша жерден жақсы кейіпкер деп келсек те, олар өз әлемін аман алып қалу үшін өзге ғаламдарды бірінен соң бірін жер бетінен жойып жатқан нағыз массалық қырушыларға айналады. Алайда бұл қадамға олар жайдан-жай барып отырған жоқ. Олардың өз айнымас мотивациясы бар. Сюжеттің басты фишкасы мынада: Чарльз Ксавье мен Магнето мультиғаламның құрылымын өте жақсы зерттеп, егер олардың туған әлемі құрайтын болса, бүкіл мультиғалам бойынша мутанттар нәсілі мәңгілікке жойылып кететінін түсінеді. Осылайша бұрын бір-біріне жау болған профессор X пен Магнето бұл жолы тек өз жері үшін емес, жалпы мутанттардың тайпасы ретінде аман қалу үшін бірігіп, бүкіл әлемге қарсы соғыс ашады. Бұл жай ғана суперқаһармандық төбелес емес, өте терең әрі қызықты сюжеттік бастама. Ол бір мезгілде Доктор Дум фильмінің де деңгейін көтереді. Сонымен қатар Марвелдің алдағы мутанттар сагасына да үлкен дайындық болады. Егер бұл сыбыстар рас болса, Марвел бір оқпен екі қоянды атып, екі үлкен мәселені шешеді. Осы уақытқа дейін Марвел кино әлемінде мутанттардың неге мүлдем болмағанына ең қисынды жауап табылады. Олар басқа ғаламда өз нәсілін сақтап қалу үшін арпалысып жүрген болып шығады. Және де Магнето, профессор X және Росомаха жай ғана ескі рөлдеріне қайтып келмейді. Олар өз тайпасын толықтай қырылып кетуден аман алып қалған. Бүкіл мультиғалам деңгейіндегі ұлы батырлар ретінде тарихқа енбек. Осы ұлы миссияны орындап болған соң олар эстафетаны жаңа жас буынға мақтанышпен табыстайды. Ал ол жас буынның алғашқы өкілдері, мысалы инсайдерлер айтып жүрген Сэди Синг сомдайтын кейіпкер, жақын арада Өрмекші адам фильмінде ақ сахнаға шығып үлгереді. Бұның бәрі қосылып, бір-бірімен тығыз байланысқан, бірнеше фильмдерді шарпитын өте қуатты бір тұтас сюжетті құрайды. Тура Марвел кино әлемінің ең гүлденген алтын дәуіріндегі сияқты керемет атмосфера сезіліп тұр. Жаңа шыққан инсайттар мен қауесеттер өтірік болмай, осы айтылғандардың бәрі үлкен экранда шынайы орындалса екен деп тілейміз. Бұл айтылғандардан бөлек, қазіргі таңда сахна артында бұдан да қызықты ақпараттар ағылып жатыр. Инсайдерлердің жаңа мәліметіне сүйенсек, Marvel студиясы қазіргі уақытта жабық фокус группаларға, яғни арнайы тестілеуден өткізуші көрермендерге, кек алушылар Доктор Дум фильмінің бір-бірінен сәл өзгешеленетін бірнеше түрлі нұсқасын көрсетіп сынап жатыр екен. Және бұл нұсқалардың арасындағы ең басты, ең ірі айырмашылық фильмнің басты жауы Виктор фон Думның өткен өмірі мен тарихына байланысты болып тұр. Белгілі болғандай, режиссерлер ағайынды Руссолар Роберт Дауни кішінің қатысуымен Думның өткен шағын баяндайтын өте қомақты, ауқымды флешбек, яғни өткенге шегініс сахналарын түсіріп үлгерген. Олар бұл көріністерді фильмнің ішіне жаңа жауыздың кім екенін түсіндіретін үлкен бір дәріс тарих ретінде қосқысы келеді. Алайда Марвел басшылығы көрерменде тарапынан негативті реакция туындауынан қатты қорқып отыр. Жанкүйерлер Думның бет әлпетінен бірден Тони Старкты көріп, сюжетке сенбей қалама деген қауіп бар. Сондықтан студия Виктор фон Думның өткен шағына ерекше тоқталмай, оны бірден қазіргі уақыттағы іс-әрекетімен ғана көрсететін екінші, барынша ықшамдалған нұсқаны да қатар тестілеп жатыр. Бұл шынымен де өте қиын таңдау. Бір жағынан Роберт Дауни кішінің жаңа кейіпкерді қалай қалыптастырғанын, оның қалай Доктор Думға айналғанын егжей-тегжейлі флешбектер арқылы көрген қызық. Екінші жағынан, оның өткеніне тым көп уақыт бөлу фильмнің негізгі динамикасын бұзып, Тони Старктың елесін тым қатты шақыруы мүмкін. Достар, ал сіздер бұл екі нұсқаның қайсысын үлкен экраннан көргілеріңіз келеді? Доктор Думның өткен шағы мен тарихы егжей-тегжейлі баяндалған нұсқаны ма, әлде оның өткеніне көп тоқталмай бірден экшенге көшетін нұсқаны ма? Өз ойларыңызды комментарийге жазып кетіңіздер.
Достар, байқап отырғандарыңыздай, Marvel қазір өте үлкен тәуекелдерге барып жатыр. Сюжеттік бұрылыстар мен инсайттар сағат сайын жаңарып жатыр десем де қателеспеймін. Ал сіз осындай ең ыстық, ең маңызды кино жаңалықтарын YouTube-қа видео шыққанша күтпей, бірден дәл қазір біліп отырғыңыз келе ме? Онда сіздерді өзімнің Telegram арнамызда күтемін. Мен ол жаққа әлемдік трейлерді, ең соңғы слифттер мен эксклюзивті мәліметтерді ең бірінші болып секундтар ішінде салып отырамын. Тіпті бүгінгі видеода айтылған Люди X трейлерінде біздің Телеграмның көрермендері осыдан бірнеше күн бұрын көріп тастаған. Сондықтан кино әлемінің инсайдынан қалып қоймай, нағыз мықтылар қатарында болу үшін қазір видеосындағы сілтеме арқылы немесе бекітілген пікірдегі сілтемемен Телеграмға өтіп міндетті түрде жазылып қойыңыздар. Және ең бастысы видеоға лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Алда бізді бұдан да үлкен блокбастерлер күтіп тұр. Сіздермен болған киношоу кезі келесі кездескенше.